Қайырлы күн, эфирде бәріміз үйдеміз жобасы. Бүгінгі кезекті онлайн қонағымыз ақын Ринат Зайытов. Ринат, қайырлы күн, көңіл күйіңіз қалай? Қайырлы күн, Айда. Шүкір, Аллаға аман есен. Енді үнемі сері болып анда-мында жүріп үйреніп қалған ақындардың бір бөлмеге қамалу қалай өзі? Өзіңізге қалай болып жатыр? Енді не нәрсен баяғы Сүлейменнің қолында жүзік секілді ғой, бұдан да жаман болуы мүмкін еді деген сөз бар ғой. Сондықтан білмеймін, өз басыма қамалып отырған адамның не болмаса бір байланып қалған ондай ешқандай көңіл күй жоқ. Шынын айту керек. Мүмкін оның себебі жаңағы өзіңіз айтқан ары бері жүрістің көп болғаннан шығар, анда-санда үйде болғанның өзі кішкене бала-шағаңа қарап, жан-жағыңа қарап. Ринат, енді бүгінгі елдің жағдайы, медицинамыздың халі сізді де ойландыратын, толғандыратын шығар. Ең қатты әсер еткен не нәрсе? Енді көп ондай әсер еткен нәрселер. Бір жаманы, біз осы уақытқа дейін мысалы қанша әлеуметтік желілерде болсын, айтыстарда болсын, осы проблемалардың бәрін түрлі адамдар көтерді. Біз секілді танымал адам, танымал емес адамдар барлығы көтерді, соны ешкім естімегенсіп жүрді де. Енді мынандай жағдай топ ете түскен кезде бәрі ақылды бола қалды, бүйту керек еді, сөйту керек еді деп. Сол рет қынжылтады да адамды, осының бәрін ертерек істеуге болатын еді, бұндай нәрсе келуі мүмкін екенін ескеруге болатын еді. Бірақ біз аспаннан тас жауғанша отыра беретін бір жаман неміз бар да, сол кішкене қынжылтады адамды. Осы уақытқа дейін жету үшін бір-ақ күнде бұндай болып қалған жоқ қой медицинаның халі. Бұл 30 жылдағы медицинаның жеткен халі. Сондықтан кейбір шүкір дейтін адамдар бар. Ең болмаса осындайымыз бар, әйтпесе бұл да болмайтын еді. Осы бетте енді бұл вирус тура осы жүйенің ретінде енді 5 жылдан кейін келгенде жағдай мұнда жаман болуы мүмкін еді. Менің өзім пайымдауымда. Сондықтан медицинаның мен өз басым медицина қызметкерлеріне барлығына бір шынайы алғысымды білдірткім келеді. Олар да осы уақытқа дейін бұндаймен кездеспегеннен кейін кездескенде табандылық танытып көбі жұмыс істеп өздерінің денсаулықтары мен өмірімен бастарын бәйгеге тігіп, бүгін міне мысалы Алматыда ауруханада дәрігерлер ауырып қалды дейді. Бір Құдай сақтасын ол кісілердің барлығына ем берсін, шипа берсін. Өйткені олар осы бәрімізді құтқарамыз деп жүріп ауырып қалған адамдар. Осы апат біткеннен кейін бұйыртса барлығы бір марапатқа, мадаққа лайық секілді менің түсінігімде. Жақсы, Ринат, енді әлеуметтік желілердегі парақшаңызда былай деп жазыпсыз, оқып берейін. Халық әлеуметтік желілерден үнемі шалқып жүрген өнер өкілдерін көреді. Ал мен басында баспанасы жоқ, айына бір келетін несиесінің төлемін төлейтін кез келгенде сахнадағы өр тұлғасын еріксіз сүмірейтіп, әркімнің алдына барып жалтақтайтын, амалсыздан аритын өнерпаздарды көремін деп жазыпсыз, е? Қазақ өнерпаздарының жағдайы сіз айтқандай мүшкіл ме? Ол барлығының емес қой, мысалы сала бөлінеді. Біз сахнада жүрген адамның барлығын өнерпаз деп қабылдауға міндетті емеспіз ғой. Сахнада жүрген неше түрлі адам бар, мысалы өтірік әнші бар, анау бар, мынау бар. Бірақ соның ішінде шынайы өнердің иесі бола тұра, мен бір емес бірнеше қазір енді ат жөндерін айтсам мүмкін этика қарама-қайшы болып ертең олар маған ренжуі мүмкін шығар, біздің жағдайымыз неменеге айттың деп. Бірақ жоқ дегенде айына бір рет қатты қиналатын бір топ өнерпаздарды білемін. Қайда барам, қонатын жер жоқ, басқа пәтер жалдап алғанша ол көп ондай жағдай. Оны сіздер де өздеріңіз де білесіздер, мысалы ортада жүргеннен кейін. Бірақ қазақта жақсы сөз бар, бөрі аштығын білдірмейді, итке жанын көжірейтіп деген. Соның жаңа кебін киіп көптеген өнерпаздар оны білдіртпеуге тырысады. Қарапайым ипотекаға үй алу үшін, алғашқы жарнасын құю үшін олардың ешқандай мемлекеттік жерде жұмыс істемейді, ешқандай беретін құжаттары, дәлелі жоқ, табыс көзі жоқ деп қағаз жүзінде көрсетілмеген деп түрлі сылтаулармен мысалы сол алғашқы жарнасын төлеудің өзіне бір талай қарызданады. Сосын ол қарызды қайтару үшін тағы итке болып жүреді. Ол қарызды берген адамның тойына тегін жоқ дегенде 20 рет бару керек ол. Ойбай аға, көке, сізге рахмет деп. Ондай бір емес, бірнешеуін білемін. Шынайы өнерге жаны ашитын, шынайы жасандылық жасағысы келмейтін, қайдағы жоқ әндер айтқысы келмейтін, қайдағы жоқ бір нәрселерге басын сұққысы келмейтін, таза өзінің өнеріне адал. Біздің ұлттық өнердің өкілдері оның ішінде көбісі. Қазақтың қара домбырасын, қыл-қобызын қолына ұстап, шаң қобыз. Маған қазір айтып беріңіздерші, бір жеті кеншіні білесіздер ме Қазақстанда жағдайы жақсы. Қобызшыны танисыздар ма, бір жақсы жағдайы бар. Қарапайым ұлттық әншілер өзіміздің домбырамен айтып жүрген. Олардың да жағдайы мүшкіл емес. Менің айтып отырғаным сол кісілер. Менің түсінігімде өнерпаз деген сол кісілер.
Жақсы. Ринат, сіз еңсеңізді түсірген адам емессіз, бірақ шын айтқанда сіз тұрақты жұмыс істеп, ай сайын жалақы алып жүрген де адам емессіз. Әкімдердің алдына барып арнау айтпайсыз, айтысқа қатыспағаныңызға да біраз болды. Зайтов деген атты пайдаланып бизнесте жасап алған жоқсыз. Былтырдан бері билікке де өте жек көрінішті шығарсыз. Сонда қалай күн көріп жүрсіз? Әнге сөз жазам. Ол бар, одан кейін енді осы уақытқа дейін қазір 2 жылдан асты ғой деймін. Авторлық қоғамнан ақша түсіп тұратын бұрын. Ол жағы да қазір кішкене. Сосын тойға барасың, сол жақтан ақша табасың. Енді білмеймін, өз басым, мен өзім жағдайымды қатарда қарапайым қазақтардан әлдеқайда жоғары деп есептеймін, мысалы, өзімді. Ішімде армандаймын, ең сорлы қазақ менің жағдайымда өмір сүрсе екен деп. Өйткені оған біздің толық мемлекеттің мүмкіншілігі, потенциалы бар деп ойлаймын. Ол бізде өтірік айтады адамдар, қанағатсыз жылай береді, кедей бай болсам дейді, бай құдай болсам дейді дегенді түрлі сылтау айтуға болады, бірақ енді қазақ қолда барға қанағат етіп үйренген ұлт қой негізінде. Оны егер жаңағыдай қасындағы көршісі, танысы бұзбайтын болса, бір нәрсемен былай да істеуге болады, көзін көрсетіп, көзді қызықтырып. Өте қанағатшыл, өте сондай тоқ халықпыз ғой, Құдайға шүкір, көңілі тоқ. Не нәрсеге риза болатын, басынан сипап қойса мәз болатын. Сол ретте мен өзімді бір жылауға міндеттімін, не болмаса бірдеңе сұрауға міндеттімін. Сен менің алдымда кезекте тұрған бірнеше мүгедек балалары бар адамдар бар, бірнеше жағдайы шынымен мүшкіл адамдар бар, жалғызбасты аналар бар, жан-жаққа барып жылап жатқан. Енді соларға өкіргенге жылаған қосылып алып деп біз қосылатын болсақ, онда не болады? Білмеймін. Бір 10 бөлмелі үй қажет емес. Маған жыл сайын автокөлік ауыстырып қажет емес. Маған 2000-3000 доллардың костюм шалбарын киіп қажет емес. Адам өзінің қабылдауына байланысты ғой, шалқып өмір сүру деген не? Мен қазір Құдайға шүкір бір үйге қонаққа бара аламын, сыртқа шыға аламын, киетін киімім бар, ішерге тамағым бар. Ол мен үшін, менің түсінігімде мен шалқып өмір сүріп жатырмын. Енді көп нәрсені ашық айта аласыз ғой, енді сіздің жазған сөзіңіздің құны қанша? Бір әнге сөз ма? Иә. Тегіннен басталады, ең қымбаты енді егер мысалы болады ғой, біреуге әкесіне ән жазғызғысы келеді біреу. Оның бағасы әнімен, сөзімен, бәрімен, жаңағы аранжировкасымен, дауысымен, бәрімен жасатқаны ары кетсе 500-600 мың теңгенің айналасында болады. Ринат, бір жазбаңызда мама, сіз біз үшін өмірдің бар бейнетін тарттыңыз. Әттең сол бейнеттің рахатын әлі көрсете алмай келемін деп өкінішіңізді білдіргендей болыпсыз. Анаңыздың халі қалай, Ринат? Сіз сонда не айтпақ болдыңыз? Енді ол мен өзім тебіренісім, өзім толғанысым, өзім қасіретім шығар. Сондықтан мен қазір өзім мынандай жағдайда отырған көпшілікке бір мүсіркеуді талап еткен адам құсап айтқым келіп отырған жоқ. Бірақ мен өкіндіретін нәрсе, мені қатты өкіндіретін нәрсе, мен осыдан бір 5-6 жыл бұрын туым керек еді деп ойлаймын, өзім жасымнан бұрын. Сол уақытта кішкене ақыл толысып, анаммен жалғыз қалып қойған кезде қатты көмектескім келді. Әлі де көп нәрсе істегім келеді анам үшін. Бірақ өкінішке орай оған мүмкіншілігім жоқ. Сондықтан кішкене іште болады ондай тебіреністер. Бірақ ол бір мен түңілісім, өмірден бір қол үзіп кеткенім емес. Тек әйтеуір ең болмаса өзімнің анама бір ауыз жылы сөзбен ішімдегіні жеткізгім келді. Біз өте сирек сырласам мен анаммен өзім. Ұялып бергім келеді. Басында ең болмаса өз картиген кезде өздігінен тұратын. Енді әзірге жоқ. Қалаға көшіп келмеймен бірге тұр десем, жоқ, сен үйің тар, мен сен бала-шағаңмен тұрмайын дейді. Мемлекеттік жәрдемақы алу үшін өтініш жіберіп, өзін-өзі жұмыспен қамтыған қазақстандықтар бірыңғай жиынтық төлемді төлеу қажет. Оны менің Билайным қосымшасында немесе SMS арқылы төлеуге болады. Билайн, жарқын жақта өмір сүр. Ринат, балаларыңыз қайда қазір? Үй тып-тыныш қой. Іште бәрі. Мен балконда отырмын ғой.
Балконға жабылып алдыңыз ба? Енді де қазір мүмкіншілік болмайды сөйлесетін. Иә. Өйткені аягөзбен арайына тым кішкентайда олар қызық көреді қазір бәрі мынау кім деп. Енді Зүлфияның қазір түрлі дәмді тамағынан ауыз тиіп, Тыныштықбек ақын айтпақшы, ащы шай ішіп кешкілікте тәтті ой ойлап отырсыздар ма? Жоқ, ойлайтын ондай мүмкіншілік жоқ, себебі менен бір өкіндіретін нәрсе қазір кітап оқуға көп мүмкіншілік болмай жүр да. Өйткені күндіз бала-шағам бәрі үйде, ал кітап оқитын адамға толық тыныштық керек. Одан кейін балалардың оқитын сабағы бар, дайындалатындар бар, анаусы бар, мен оларға бөгет жасағым келмейді. Сондықтан жаңағына жалқау боргеміктер секілді наушникті құлаққа тығып алып, бірдеңе көргеннен басқа ештеңеге мүмкіншілік болмайды. Жақсы. Рахмет, Ринат, алтын уақытыңызды бөліп бізбен сұхбаттасқаныңызға. Ауру сырқаудан аман болыңыздар айтыр. Бүкіл қазақстандықтар осы бір індеттен аман есен өтсе екен. Осы бір індеттің тұсында кеудесін соғып, сары шарп көк жалауды ұстап алып, ойбай біз біргеміз, біз отанды сүйеміз дейтін кабинеті бар адамдардың бәрі шынымен ең болмаса осы уақытта көрсетсе екен деген тілегім бар. Халықты жылатпай, зар жылатпай. Мен жүрегіме қатты тиеді әлеуметтік желіден қазақтың көп балалы аналары біз ашпыз, бізге көмектесіңіздерші деген бейне жазуларды көрген кезде. Сондықтан осы уақыттан ең болмаса, осы уақыттан аман есен алып өтсе екен деген тілегім бар. Рахмет. Ал аздаған жарнамадан соң әріптесім Наталья Райм тағы бір танымал тұлғамен онлайн байланысқа шығады. Арнамыздан ауыспаңыздар.